Hey, how are you, my friend? Hey, сәлем, досым, қалайсың? Мына сөздердің айтылуын жаттап ал. Мына сөздердің айтылуын жаттап ал. Неге сен мен қайталап тұрсың? Неге сен мен қайталап тұрсың? Hola. Жақсы болды. Жақсы болды. Короче, қазір экраннан бір сөздер шығады, соны айтуға тырысып көр, окей? Неге мен айтамын, мен білмеймін ғой. Просто тырысып көр. Окей. Все, бастайық. Мына сөз touch деп айтыла ма? Жоқ, touch емес, though деп аударылады. Бірақ деген мен деген сөздердің мағынасын береді. Окей, though. Так, мынау сөз зруч, иә? Зруч емес, ол through, яғни бір нәрсе арқылы деген мағынаны білдіреді. Through. Жынар, мен мына сөз точно білетін сияқтымын. Through емес, ол dough деп оқылады, яғни қамыр деген мағынаны білдіреді. Окей, dough. Келесі сөзді білетін шығар деп ойлаймын. Білетін шығармын. Көбісі былай оқиды ғой, калгох деп, иә? Солай ма? Жоқ, ол каф деп оқылады. Каф деген жөтел деген мағынаны білдіреді. Окей, каф. Ал, Шынар, қараш, мен ережені білдім. Онда бұл таугых емес, тауф деп оқыла ма? Кішкене жақындап қалдың, тауф емес, таф деп оқылады. Таф. Окей. Шынар, ал ол не деген мағына білдіреді? Ол қатты деген мағынаны білдіреді. Окей. Шынар, рахмет саған, мен бұл ережелердің барлығын есімде сақтап алдым. Достар, сіздер де естеріңізде сақтап, сөздердің дұрыс айтылуын бақылап жүріңіздер, иә, жаттап алыңыз. Арманға қарай, жетумен оңай.